24 жылы мемлекет басшымыз осы 23 сәуірді ұлттық кітап күні қылып белгіледі. Бүгін Қазақстан бойынша 10 күндік апталық бізде республикамызда өтіп жатыр. Бүгін бізде Орал қаласында осы апталықтың кезекті күні аталып өтіліп жатыр. Қоғамдық жерде ұлттық кітап күніне қарсаңында жалпы қала жұртшылығын қонақтарын кітап оқуға, кітапты сүюге, кітап арқылы біздің болашақты тәрбиелеуге арналған шаралар басталып кетті. Біздің облысымызда 360-ге жуық кітапхана бар. Осы кітапханашылардың қарқынды еңбегі, қажырлы еңбегі бүкіл қазіргі оқитын ұлт жобасы аясында көптеген шаралар өтіп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстан халқы қоры арқылы былтырдан бері бізде 25 кітапхананың модернизациясы өтіп жатыр. Бүгінде аяқталу жақын. Ертең амандық болса Қаратөбе мен Сырым аудандарында осы модернизациядан кітапханаларымыз ашылады. Ай соңына шейін бүкіл ауданды амандық болса толықтай аяқтаймыз деген жоспарымыз бар. Бұл жұмыстар осымен тоқтап қалмайды. Біздің кітапханаларымызды модернизациядан өткізу арқылы қазіргі заманауи үлгідегі жабдықтарды әкеле отырып, қазіргі жастарымызға, бүлдіршіндерімізге кітап оқудың жаңа моделін, жаңағы бағытын айқындап, соларға беру жоспарымыз да бар. Орал қаласы мен тұрғындарын барша осы жәрмеңкеге шақырамыз. Бұл жәрмеңкеде бізде Орал қаласындағы жергілікті ақын жазушыларымыздың жаңадан шыққан кітаптары, мемлекеттік бағдарламамен шығарылған кітаптар және де осы жергілікті баспа өнімдерін шығарушылардың өнімдері көрсетілген.